Достар, баршаңызға сәлем. Менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде грамматикалық сабақтың 61-ші сабағы қимыл есімі, немесе тұйық етістік деп аталады. Орысшасы инфинитив. Друзья, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на мое новое видео. Қимыл есімдері іс-әрекеттің атауы ретінде қолданылады да, етістік формаларына тән шақтық мағынаны да, жақтық мағынаны да білдірмейді. Например, сұрау, спрашивать, жүру, ходить, бару, идти, шегелеу, забивать, сөйлесу, разговаривать, келмеу, не приходить, бөгемеу, не задерживать. Глаголы действия употребляются только для обозначения наименования действия и не выражают значение времени и лица, как любые другие глаголы. Жасалу жолы етістік плюс у. Мысалы, оқу, құю, азаю, көбею. Мысалы, жаңа газетті оқуың керек. Бүгін гүлдерге су құюым керек. Жұмыссыздар саны азаюы керек. Астанада жаңа ғимараттар көбеюі керек. Мысалы, арманым, моя мечта, ғарышқа ұшу, полететь в космос. Сенің қандай арманың бар? У тебя какая мечта? Қимыл есімі, есімдерше бұларда көптеледі, тәуелденеді, септеледі. Глаголы действия принимают окончание множественного числа, склоняются, спрягаются, как именные части речи. При соединении окончания множественного числа етістік плюс у плюс лар, лер. Мысалы, Абай оқулары сәтті өтті. Абаевское чтение прошли успешно. Кейін, келесі, спряжение глаголов действия. Мысалы, жазуыңыз әдемі екен. У вас красивый почерк. Жазу, жазуым, Тіл үйрену басты мақсат. Мысалы, изучение языка – это главная цель или главная задача десек болады. Тіл үйренудің әртүрлі тәсілдері бар. В изучении языка есть разные методы, способы. Тіл үйренуге көңіл бөліңіз, уделите время, дейді, обратите внимание к изучению языка. Тіл үйренуді ерте жастан бастау керек. Тіл үйренуде тұрақтылық болу керек. Здесь тұрақтылық, стабильность. В изучении языка нужна стабильность. Келесі, мысалы, мен несие алуға келіп едім. Онда сізді несие шарттарымен таныстырайын. Енді етістік, мысалы, бару. Етістік у-дың-дың, барудың. Баруға, баруды, баруда, барудан, барумен. Енді тақырыбымыз түсінікті болу үшін тапсырмаларды орындайық. Етістіктерге у жұрнағын жалғап сөйлемдерді толықтырыңыз. Оқушының міндеті, обязанность ученика, оқу дейді, учиться. Студенттің мақсаты, мысалы, быть специалистом, маман болу, быть, бұл жерде болу. Ата-ананың мақсаты, тәрбие, это воспитание, воспитать, тәрбиелеу, воспитать ребенка, детей. Дәрігердің мақсаты, обязанность или функция врача, мысалы, лечить, емдеу. Келесі, суреттер бойынша сөйлем құрастырыңыз. Мысалы, ән айту,
Мен ән айтуды жақсы көремін. Мен ән айтқанды жақсы көремін. Ән айту мен үшін үлкен, мысалы, қуаныш, такая большая радость для меня. Пение, мысалы. Жүзу. Мысалы, маған жүзу ұнайды. Плавание. Здесь что, да? Существительное. Мысалы, маған жүзуді үйрену керек. Домбыра тарту. Домбыра тарту үлкен, мысалы, талант. Үлкен талант десек болады, Келесі билеу, сурет салу, футбол ойнау. Осыған сөйлем құрастырсаңыздар болады. Енді, достар, жақшадағы сөздерге қажетті қосымшаларды жалғап жазыңыз дейді. Студенттердің көпшілігі өз денсаулығына капитал ретінде қарамайды. Олар бұл капиталды дамыту керектігі туралы ойланбайды. Бұл туралы біле тұра денсаулықтарын қадағаламайды. Оқу кезінде студенттердің денсаулығына көп фактор әсер етеді. Оның біріншісі объективті факторлар. Бұл оқу кестесі, аудиториялардың жабдықталуы. Ал екінші фактор субъективті фактор. Тамақтану, күн тәртібі, қозғалыс. Студенттер денсаулығына байланысты мынадай шағымдар айтқан. Шаршау, усталость, уставать, жеңіл ауру, психологиялық ыңғайсыздық, бас ауруы, жүрек аурулары, асқазан аурулары, тіс ауруы, бүйрек ауруы. Өте жақсы достар, енді тиісті қосымшаларды қойыңыздар. Мысалы, бала досының келуін күтіп тұр. Ребенок ждет приезда, например, друга. Тауды көрудің өзі бір рахат. Фирманың жауабын күтуге тура келді. Болашақ бағдарламасымен кез келген жастың істеуге болады? Баруына болады. Атасы немересінен 7 атасын айтып беруді сұрады. Өте жақсы достар, бүгінгі сабақ осы. Қайталаңыздар, пікір білдіріңіздер, пікір қалдырыңыздар, пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.